Жаңа жыл адамды өзінің негіздеріне алып келетін кезең, яғни адам барынша келесі жылға жоспар құрып бастайды және жоспар құруда ең бірінші өзінің денсаулығына назар аударады. Яғни денсаулық қажет, денсаулық болған кезде ғана сен басқа шаруаларды, басқа тірліктерді, жалпы жетістікке жетуде саған денсаулықтың маңызы өте жоғары болғандықтан көбінде енді жоспарға денсаулықты қойып жатады. Яғни адам өзінің түп негізіне, ақиқи негізіне назар аудара бастайды. Сияқты ата-ана өмірінде де ата-ана болудың негізі не екен, түп негізі қандай екен, соған назар аударып көрсек, ол ең бірінші ата-ана баланы өзінің өмірінде болуына, өзінің өмірінде өмір сүруге шақыру болып табылады, яғни приглашение в свою жизнь. Ол дегеніміз ата-ана баласын өзінің өмірінде болуға рұқсат беру, яғни оны қабылдау барысында, өзінің өміріне қабылдау барысына, оның барлық кемшіліктерімен, оның бар болмысымен қабылдау. Былай қарасақ, енді қарапайым дүние сияқты шын негізінде қаншалықты біз өзіміздің баламызды өмірімізге келуіне, өмірімізде болуына рұқсат береді екенбіз. Шартсыз түрде үнемі баламызды қаншалықты өмірімізде болуға шақырады екенбіз, қаншалықты ол шақыруды бала сезінеді екен. Канадалық психотерапевт Гордон Ньюфилдтың даму теориясынан алынған дүние болады, яғни баланы өмірге барынша біздің өмірімізде болуға шақыру деген теория осы ғалымнан шыққан болатын. Бала қай уақытта толыққанды дамиды? Ата-ананың оны өмірінде болуға шақыруды сезінген кезде ғана бала емін еркін, расслабленный, бос, емін еркін болады да, ол барынша өзінің жеке тұлға, жеке адам ретінде даму процесіне ешқандай кедергі болмай, ол көркейе түседі екен. Ата-анадан жылулықты, қарым-қатынастың сезінуін тек қана шақыру арқылы сезінеді. Біз балаға жақсы, жылы қарым-қатынас берген кезде бала ата-анаға деген сенімділігі мол, басқа еш жерден сол шақыруды іздемейді, тек қана оны ата-анадан егер тауып отырса, бала өзгелерден ол шақыруды іздемейді. Құрметті оқырмандар, білем, шақыру, өмірімізде болу деген сөздер қиын сияқты, бірақ негізінде қарапайым өмірге алып келетін болсақ, ол кәдімгі баланы шартсыз түрде қабылдау, менің өмірімде сен болшы деген шақыруды беру болып табылады. Көңіл-күй бар кезде шақыру беріп, көңіл-күй жоқ кезде, жеке өміріңізде қандай да бір мәселе болған кезде шақыруды кері алу, қайтарып алу, ол енді үлкен қателік. Бала ол кезде тіректі, аяқтың астындағы жерді, тіректі сезінбейтін болады. Сондықтан көңіл келген кезде шақырып, көңіл келмеген кезде кері қайтарып алу, ол енді шын мәнінде үлкен қателік. Сондықтан, құрметті ата-аналар, сіз баланы өмірге алып келгендіктен, сіз енді сіздің өміріңізде болуға шын мәнінде жүректен шыққан шақыруды ұсынуыңыз қажет.